Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Керейт ауылындағы Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектептің 8-ші А сынып оқушысымын. Аты-жөнім Жанбуршин Сезімай. Мен бос уақытымда кітап оқығанды жақсы көремін. Міне, бүгін орталық кітапханаға келіп тұрмын. Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге демекші, сіздерді де кітап оқуға шақырамын. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл ойының жемісі, тарихы мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап таңдап, талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну. Алған әсеріңді өмір қасиетіне жарата білу. Әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Мен қазақ жазушыларын сүйіп оқимын. Оның ішінен Дулат Исабековтың шығармаларын жақсы көремін. Дулат Исабеков 1942 жылдың 20 желтоқсанында Ленин жолы ауылы Арыс ауданында дүниеге келген. Ол жазушы, драматург, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері. Оның отбасы туралы айтатын болсақ, жары Нұрғайша филолог болған деседі. Ал балалары Естияр, үлкен ұлы, заңгер, және егіз қыздары Айман Шолпан, оқытушы және фармацевт. 2 немересі бар. Ол шығармашылық жолын 1963 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін жалғастырып келеді. Ұлты қазақ, руы қоңырат. Оның мансабы жазушы және редактор, ал бақыты драматург және проза. Дулат Исабековтың Бекет, Гауһартас, Ащы бал деген кітаптары бар. Мен сол кітаптардың арасынан Мәңгілік қағида деген шығарманы оқыдым. Мәңгілік қағида. Сонымен беріде бітті. 2 айға созылған тексеру изоляторында ұстау, адвокаттың бұны құтқарып алмақ болған сөздері. Андас үкімнің сөзін соңына дейін күтті. Кенет үкім: айыпкер Андас Айыпбергенов, сіз Қазақстан Республикасының 10-шы статьясына сәйкес 6 жыл бас бостандығынан айырыласыз. 2 жыл балалар колониясында, ал 4 жылын кәдімгі түрмеде ережеге сәйкес өтейсіз дегенде Андас мең-зең болып қалды. Көзін қара түнек шалды. Не айтары, не дейтінін білмеді. Сол қара түнектен топ боп жиналған адамдарды көрді. Олардың кім екенін, неге жиналғанын дым түсінбеді. Бірақ алдыңғы қатардан анасын, әпкесін, 2 інісін көргенде бұл сот залына жиналған адамдар екенін білді. Анасы мең-зең болып қалды. Көзінен жас бұлбалаңдап ағып жатыр. Әпкесі анасын бір қолымен құшақтап, бір қолымен көзіндегі жасын сүртуде. Ал 2 інісі мең-зең болып сол орында қатып қалған. Анасы бұл өмірде не көрмеді десейші? 4 баланы асырау, жесір қалу. Осы 4 бала үшін өмір сүру. Жалпы бәрі неден басталды? Андас бұл ұрлыққа түспегенімде бәлкім барлығы сияқты бостандықта жүрер ме едім деп ойлады. Бұл ұрлық қайдан басталып ойлап еді? Сонау 5-ші класста жүргенде, сол 6-шы, 7-ші, тіпті 1-ші класқа барғанда Андастың бұл ойы көңіл түпкірінде жүретін. Бұл 1-ші класқа барғанда әкесі асқазан рагінен қайтыс болды. Әкесі ежелден дімкестеу кеткен, ақшаны онша да опырып таппайтын еді. Әкесі қайтыс болған соң ағайын туыстары анда-санда келіп тұратын. Бірақ әкесінің жылы өткеннен кейін тіпті хабарласпайтын да болды. Ал анасы кішкентай ғана автопаркте жұмыс істейтін. Бұның ақшасы тек өлмеу үшін жететін. Енді бұл кемеден
есею дейтін өмірге жеткізе алады ма? Әлде сол қайықтан келе жатқан дауылдардың біреуіне төңкеріліп қала ма екен? Бұл тек тағдырға ғана аян. Анасы кейде бұларға ақша таппаған кезде сендерді неге ғана туып едім деп еденге жатып алып жылайды. Балалары үндемей шығып кететін. Қара нан мен қара су ішіп өскен бұл балалар тіпті туған күн ұстаздарына гүл сыйлау, тіпті достарымен серуенге шығуды да білмейтін еді. Сыныптастары да бұған үйреніп қалған. Ешқайсысын еш жерге жақынбайтын. Бір күні Зүбайра үйіне қуанышты күймен келді. Қолында сары пакетте оралған бір пальтосы бар. Анасы қандай пальто деп сұрағанда, класстастарым сыйлады деп жауап берді. Сыныптастары ортадан ақша жинап Зүбайраға қыстық пальто алып беріпті. Анасы сол түні не жылайтыны, не қуанарын білмеді. Төсекте жатып алып қатты жылады. Зүбайра бұны іштей сезді, білді анасының неге жылап жатқанын, неге көңілі түскенін. Бірақ ештеңе айта алмады. Андас сот залына тағы оралды. Сонда ол түнді жақсы көретін. Жалпы түнде ұйықтап, тәтті қиялға батып, сонау тастардың арасынан алтын сандық тауып алып, соның бәрінде алтын болып, немесе лотерея алып, соның бәрі ұтысқа иеленсе дейтін. Шыны керек, андас кей сәтте өзі жұмыс істеп ақша тапқысы келетін. Бірақ не дерек, ұйқы мәңгі емес. Ол тағы бір күн ақшасыз мектепке кетті. Марат екеуі мектептен шығып келе жатқанда бір үлкен жігітті көрді. Олар алдынан шығып, жігіт қалтасындағы темекісін алды да ары қарай таксиге кете берді. Сонда Марат Адидас деді сыбырлап. Сыныптағылар андасты Адидас деп еркелетеді. Жаңа сен не көрдің? Ештеңе деп жауап берді андас. Ол жаңа қалтасынан темекісін алып жатқанда қалтасында ақша түсіп қалды деді. Түсе қайтеміз деді андас ештеңе сезбей. Жаңағы жерге оралайық, ақшаны алайық деді. Сонда біреу ұстап алмайды ма деді андас қорқып. Жоқ деді де олар туадылардың жанына келді. Олар алайын деп жатқанда азық-түлік дүкенінен бір үлкен әйел мен бір еркек адам шығып келе жатқан еді. Олар алайын десе солар ұстап алады ма деп қорқады. Алмайын десе басқа біреу иеленіп кетеді ме дейді. Сонда Марат жүгіріп барып, сол ақшаны аяқымен басып қалды. Ақыры ол екі адамды өтіп кетті. Олар өткеннен кейін олар ақшаны алып, азық-түліктің түбіне барып, ақшаны санай бастайды. 140 сом екен. 100 сомды Марат өзіне алып, 40 сомды андасқа береді. Андас ләм-мим деп аузын аша алмайды. Үндемей үйіне қарай кетеді. Сонда ол кетіп бара жатып, өміріне деген қатал, тіпті адал досымның өзі арам келген ақшаны адал бөлмеді дейді. Енді сол кезде сотқа қайта оралды. Зәбірленушінің не айтқанын есіне түсіріп, қатты ашуға берді. Зәбірленуші бұлардың көршісі еді. Бұлар екінші қабаттағы 6 бөлмелі үйде, ал көршілері болса екінші қабаттағы 5 бөлмелі үйде тұратын. Олар бала еді. Әкесі арақ-шараптың директоры болатын. Үлкен ұлдары бар еді. Бұл 9 классқа баратын кезде Зүбайра тұрмысқа шығатын болды. Бірақ үйдегілер бұны естігенде не жылайтынын, не күлетінін білмеді. Анасы қатты қиналды. Бірақ Зүбайра тойды да бәрін сол ұлдың ата-анасы көтереді деп айтты. Зүбайра бұған қатты қиналды. Бұл сөзі естігенде қаланың көңілі көтеріліп жатса, бұл тіпті қуана алмады. Неге? Себебі бұның артынан не киім, не өзіне керекті заттар, не тойын жасап бере алмайтыны бұны қатты қынжылтты. Сонда Зүбайра осы екі інім мен андас өсер, ақша табар,
әлі де артымнан әкелер. Анашым, жоламаңыз, бәрі жақсы болып кетеді ғой дейді. Сонда андас үндемей өз бөлмесіне барып ойланады. Менің әпкем мен анам қандай ақылды, қандай мейірімді, қандай жылауық дейді. Бәлкім бұлардың жылауық болуы дәрменсіздігінен шығар. Сендерді дәрменсіз деймін-ау, менше, сен кетіп бара жатқанда мен ештеңе алып бармайтып барамын ба? Зүбайра, біз бірге өстік, бірге ас іштік, бірге қуандық, бірге жыладық. Тіпті біріміз келмесек, біріміз таңға дейін күтіп отырдық қой. Енді сен кетесің. Біз білмейтін, біз көрмейтін. Біз барамын деп ойламаған жерге барып, сол адамның фамилиясын аласың. Жоқ, Зүбайра, мен сені бұлай жібермеймін, мен сені жетімсіретіп жібермеймін. Сен айтасың-ау, біз өскен соң әпереді деп. Бірақ біз өскенше сен қартайып, балалы шағалы боласың. Ол кезде кім бағалайды? Жоқ, Зүбайра, мен бұлай жасамаймын. Мені Құдай кешіреді дейді де жіпті алып, жаңағы көршілерінің үйінің балконына түседі. Жалпы андас бұндай үйде сигнализация бар екенін, оның бір ұшы милициямен байланысып тұратынын білмей еді. Үй емес, дәл хан патшаның үйіндей кинодағыдай. Ол өзіне керекті алтын сырға сақиналарды таба алмады. Сондықтан ауыстырып аламын-ау деген ниетпен 12 шанышқы мен 12 алтын қасықты алады. Сөйтіп, жіпті алып жерге түсе бастағанда, оның алдына милициялар шығады. Оның қолын қайырып алып кетеді. Сот кезіне тақ қайта оралды. Сот үкімі: жәбірленуші Атажан, сіздің үйіңізден не ұрланды? Соны андастан сұрасақ дейді. Сонда андас: мен тек 12 шанышқы мен 12 алтын қасықты алдым деп жауап береді. Сот үкімі: дұрыс айтып тұрма, шын ба? дейді Атажанға. Атажан болса: жалпы андас менің көршім, әрі жақсы көретін інім. Мейлі, бұл 12 алтын шанышқы мен 12 қасықты алса ештеңе демес едім-ау. Жас, әлі қойып кетер дейтін едім-ау. Бірақ бұдай емес қой мәселе. Үйден алтын сағат, анамның алтын салатын бұйымдары, парсы кілемдер, бәрі ұрланған. Жалпы айтқанда көп заттар ұрланды, деп жауап береді. Сонда адвокат тұрып, сот үкіміне: сіздер білесіздер, бұл жас бала. Жас бала 10 минутта бұл заттың бәрін қалай алып кетеді? Алып кеткеннің өзіне алдынан милициялар шықты емес пе? Оны ұстап алатын еді. 10 минуттың ішінде жас бала түгілі үлкен ер азаматтар да бұны алып кетіп үлгермейді. Не бұл жерде андас өтірік айтып тұр, не болмаса жаңағы 2 милиция осы уақытты пайдаланып, сол заттардың бәрін сыпырып кеткен дейді. Бұл адвокаттың сөзі дұрыс екенін бәрі білді, сезді, бірақ ештеме демеді. Өмірдің қатал заңы ғой, өмірдің қатал заңы. Адвокаттың университетті бітіргенде 4 жыл ғана болған. Жас адвокат, бұны тағы құтқара алмады. Сонда камерада жатқан андасқа сот үкімі келіп: шық дейді. Сағат неше болды дейді андас. Сағат қайтесің, 6 жылың әлі түгел деп жауап береді милициялар. Ол шықса, Зүбайра отыр екен. Қатты жылаған, көзі ісіп кеткен. Көгершінім-ау, сен не бүлдірдің? Сені бұлай жатқызып қойып, мен тұрмысқа шықпаспын, сені бұлай қалдырмаспын, деп қатты жылайды Зүбайра. Сол сәтте тез ғана уақыт өтіп кетті. Уақыт өтіп кетті, кір камераға, деп жауап айтады милициялар. Сонда Зүбайра көз жасын сүртіп, інісін үйінде жүргендей шасын сипап қойып жібереді. Андас бұл сәтте қатты қиналды. Әпкесін көргенде көз қарауытып, не болғанын түсінбеді. Сол 30 күн арасында Сібірден Алматыға қарай шығатын пойызда андас бар еді. Жылау, сықтау, қоштасу. Бәрі артта қалды.
бірақ алда колония, одан кейін шын мәнінде бітірме. Мен бұдан өте аламын ба деп ойлады Андас. Иә, мен жазықтымын, бірақ жаңағы 2 милиция, барлық заттың ұрлаған 2 милиция ғой. Бұны бәрі білді, бәрі сезді, бірақ ешкім ештеңе демеді. Сонда олар жазасы кеткені ме? Сонда оларға жаза өтелмейді ме? дейді. Ал Атажан ше? Бұлардың бәрін өтірік айтты ғой. Мен осыншама затты ұрлаған жоқпын ғой. Сонда бұл қатал заң қашанға дейін жалғаса береді? 10, 100, әлде мәңгі ме? Сонда әділдік ешқашан орнамайды ма? Сонда әлсіздердің күні болмайды ма? Пойыздың тарсылы жай ғана кетіп бара жатқан жоқ. Бұрынғыдан тарсылдап. Бұның сөздеріне я мәңгілік деп жауап беріп жатқандай. Мен бұл шығармадан түйгенім адал еңбекпен ақша тауып, ешкімнің ренжіп өтті. Мен өз достарым